Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте қызық тақырып деп тұрмыз. Оқыған жетер сабақ атты тақырыбын өтетін боламыз. Каналына балалар, егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Жазылған комментарийларыңызға міндетті түрде жауап беретін боламын. Және де арнаға тіркеліп колокольчик басып қойсаңыздар, жаңа сабақ шыққанда сіздерге міндетті түрде хабарлама тұратын болады. Олай болса балалар, сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақта сіздер мәтіндердің негізгі ойын түсінесіздер, және де шығармашылық негізгі ойын түсінетін боламыз. Және бізге берілген бірінші тапсырма пікіріңді білдір дейді. Өнер, білім не үшін қажет деген сұрақ балалар. Өнер жігітке жеті өнерде аз дейді бізде қазақта, немесе қыздарға 10 саусағынан бал тамған дейді. Бұл өнердің адам өміріне әсері өте мол, балалар. Яғни қолдарыңыздан өнер келіп тұратын болса, ол сіздердің өмір сүрулеріңізге жақсы септігін тигізеді, Яғни сіздер алдағы уақытқа біреуге бір нәрсе жасап беріп, сіз соған өзіңіздің ақыңызды алсаңыз да, ол сізге алдағы уақыттағы өміріңізге аздық болады, Ал білім не үшін қажет? Білімдінің күні жарық деп ата-бабаларымыз бекер айтпаған, Оқыған жетер мұратқа дейді. Яғни сіз жақсы оқысаңыз, сіз білімді болсаңыз, алдағы уақытқа қойған мақсаттарыңызға жетуіңізге бірден-бір жаңағы септігін тигізеді, Білім бізге сондықтан да жақсы өмір сүру үшін, жақсы күн көру үшін қажет екен. Мағжан Жұмабаев 1893 жылы дүниеге келіп, 1938 жылы дүниеден озған. Ол ақын, жазушы, аудармашы болған. Солтүстік Қазақстан облысы Булаев ауданы Сасықкөл деген жерде дүниеге келген екен. Бала кезінен өте зерек болып, 4 жасынан хат таныған. Мағжан Түркістан, Көкшетау, қазақ тілі, өнер, білім қайтсе табылар, тағы басқа өлеңдер, Батыр баян атты поэма жазған. Түсініп оқы. Қарағым, оқы, босқа жүрме. Ойынға құр қыларсың, көңіл бөлме. Оқымай ойын оқуған балаларға жолама, шақырса да қасын ерме. Кідірме, аялдама, алға ұмтыл. Алам деп көктен жұлдыз қолың серме. Қарманған қарап қалмас деген рас, тоқтамай істей білсең батып терге. Жасынан оқу оқып өнер қуған, жан жетпес көңілі жүйрік кемеңгерге. Авторы Мағжан Жұмабаев. Бұл өлеңге балалар бір-екі сөз берілген екен, соның мағынасына тоқтала кетсек. Қарманған қарап қалмас деген сөздің мағынасы бұл жерде оқысаң, өнерлі, білімді боласың деген мағынада. Кемеңгер деген сөздің мағынасы данышпан, ақылды дегенді білдіреді. Ақын балаларды неден сақтандырады? Ақын балаларды ойын ойнаған азар, доп ойнаған тозар деген бізде қазақта мақал бар, Сол сияқты балалар ойын ойнайтын, кешке дейін далада өзінің ісі жоқ жүретін балалардан сақтаныңдар, оларға жоламаңдар дейді, Алға ұмтылыңдар, білім алыңдар, білімді жастарға еріңдер деп айтады, Екінші сұрақ, ақынның тоқтамай істей білсең батыл терге дегенін қалай түсінесің дейді. Яғни бұл жерде балалар тоқтамай істей білсең батып терге деген жерінде тоқтамай білім алсаң, оқысаң, білімді болсаң, сауатты болсаң, алдағы уақытта қойған мақсатыңа жетуіңе көмектеседі деген мағынаны білдіріп тұр. Сұлтанмахмұт Торайғыров 1893 жылы дүниеге келіп, 1920 жылы дүниеден озған. Ол ақын, қазіргі солтүстік Қазақстан облысының Шоқан Уәлиханов ауданында дүниеге келген.
Қысқа ғұмырында ақын қазақ әдебиетінің алтын қорына бағалы мұра қалдырды. Ол оқу, айт, оқып жүрген жастарға, бір адамға тағы басқа өлеңдерін дүниеге әкелген. Түсініп оқы. Шәкірт ойы. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам? Мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кірермін. Еңбек бейнет тарауы рахатқа сарқылар. Қыздырып күннің қарауы надандық теңізі тартылар. Орны отайып көререр, қызығын жайлап ел көрер. Тұрмыс тағдыр біріде, бұл мақсаттан бұралмас. Авторы Сұлтанмахмұт Торайғыров. Бұл жерде балалар шәкірт, надандық деген сөздерге түсінік берген екен. Шәкірт дегеніміз білім алушы, оқушы. Надандық дегеніміз бұл жерде білімсіздік деген мағынаны береді екен. Өлеңдегі қараңғылық деген не? Қараңғылық деп отырғанымыз балалар оқымаған, хат танымайтын, білімсіз адамды қараңғы адам деп айтады қазақта. Өлеңдегі кейіпкерді ата. Өлеңдегі кейіпкер бізде білім алушы және де оқушы болып табылады. Келесі сұрақ: өлең неліктен шәкірт ойы деп аталады? Себебі балалар өлеңде шәкірт ойы туралы айтылып жатыр. Балалар, бұл тапсырманы біз сіздермен аяқтадық. Сіздерге түсінікті болса, келесі тапсырмаға көшеміз. Салыстыр. Ақындардың қиял арманы қандай сөздерінен байқалады? Алам деп көктен жұлдыз қолың серме деген жолы және де өрмелеп шығып көкте күн болам деген сөздерінен байқалады екен. 8-ші тапсырма. Босқа жүру дегенді қалай түсінесіңдер? Босқа жүру дегеніміз балалар білім алмау, тек қана ойнау, доп қуу, асық ойнау. Бұның барлығы сіздердің уақыттарыңызды өткізу, яғни босқа жүру болып саналады. Қазіргі уақытта сіздердің бар ынта-ықыластарыңыз оқуда, білім алуда, спортпен шұғылдану, кітап оқуда болып табылады. Сондықтан да босқа жүру деп отырғанымыз осы балалар. 1-ші топ қимыл, қозғалыс, ишарамен сахналап бейнелейді. 2-ші топ эссе түрінде жазады. 3-ші топ себептерін тапсыру сызбасы түрінде ұсынып түсіндіреді. Қорытындыла. 9-ші тапсырма. Өлеңдерден қандай ортақ ой түйдіңдер? Ортақ ойымыз бізде оқу білімнің әр кез жоғарыда тұратыны, білімдінің күні жарық екенін ұқтық. Ұнаған өлеңінен өзіңді жаттап ал. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.